Қайырлы күн әріптестер. Біз бүгін үйде жеке компьютеріңізде отырып, салық төлеушінің кабинеті арқылы онлайн режимінде салық есептілігін, салық декларациясын тапсыруды үйренетін боламыз. Ол үшін алдымен қандай құжаттар және компьютер мен браузерге қандай баптаулар, настройки қажет екенін біліп алайық. Құжаттардан сіздің мекемеңіздің салық мәліметтері қаламсаппен жазылған салық декларациясының мынадай формасы қолыңызда болған абзал, соған қарап отырып толтыратын боламыз. Ал енді баптаулар жайлы айтып көрсетемін. Баптау дегенде біреулеріңіз ойлап қалмаңыздар, біреуді семіртейін деп жатыр екен деп. Орысшасы настройка, сол настройкаларды жасайтын боламыз. Естеріңізге сала кетейін, менің компьютерімде Windows 7 операциялық жүйесі қондырылған. Егер бұл видеодағы баптаулар басқа операциялық жүйелерде, яғни Windows 8, Windows 10 операциялық жүйелерінде қолдамай жатса, таңғалмаңыздар, әрбір жүйенің конфигурациясы әртүрлі болуы мүмкін. Салық төлеушінің кабинетіне танымал браузерлердің қай-қайсысымен де кіріп жұмыс істеуге болады. Олар Google Chrome, Mozilla Firefox және Internet Explorer. Әр браузердің өзінің баптаулары болады. Мен Internet Explorer браузерімен жұмыс істеуді көрсететін болам. Қазіргі сәтте мендегі Internet Explorer'дің версиясы 11, соңғы версия. Баптауларды бастаймыз. Internet Explorer браузерін ашамыз. Адрес жолағына cabinet.sалық.kz адресін енгіземіз. Басты бет ашылады. Бұл жерде сіз жеке компьютеріңізбен кіріп отырсаңыз, салық кабинетіне алғашқы кірген кезде провести настройку компьютера ұяшығында галочка тұрады. Вход с личного компьютера батырмасын басып кіресіз. Баптаулардың қосымша терезесі ашылады. Алғашында бұл терезеде, егер сіздің компьютеріңізде Java программасы қондырылмаған болса, немесе ескірген болса, Java программасын қондыруды немесе жаңартуды сұрайды. Скачать сілтемесін басу арқылы Java-ның ресми сайтына өтеміз. Қажетті батырмаларды басу арқылы Java-ны жүктеуді бастаймыз. Java жүктеліп болған соң автоматты түрде сіздің компьютеріңізге қондырылады. Java-ның жүктелуі әрине біршама уақыт алады, алайда уақытты үнемдеу мақсатында мен кадрды қысқартып, оны сіздерге қысқаша ғана көрсетіп жатырмын. Мінекей Java қондырылуға жақын қалды және сәтті қондырылды деген терезе шығады. Жабамыз. Java-ны тексеретін терезе ашылады. Проверьте версию Java батырмасын басамыз. Java жүктеліп жатыр және тиісті версиясы қондырылды деген құттықтау хабарламасы шығады. Барлық терезелерді жабамыз. Java сәтті қондырылды. Ары қарай Java-ның соңғы версиясының қондырылғанына тағы бір көз жеткіземіз. Java 32 бит басамыз және Java терезесі ашылады. Java бөліміне басып, обзорды басамыз. 1.8.0.121 версиясы қондырылған. Қазіргі таңда соңғы версиясы және галочкасы қойылған. Окейді басамыз және қауіпсіздік бөліміне өтеміз. Бұл жерде біздер салық кабинетінің екі адресін енгіземіз. Мен оны блокнотқа дайындап қойғанмын. Біреуі HTTP, яғни екіншісі HTTPS формасында сақталған. Көшіреміз және түсірген кезде тек қана Ctrl-V-дің көмегімен ғана түсіре аламыз. Жалғастырамыз. Ары қарай екіншісін көшіреміз және Ctrl-V-дің көмегімен түсіреміз. Басқаша түсіруге мүмкіндік жоқ. Окей.
екі адрес енгізілді және ОК басуды арқылы шығып кетеміз. Ары қарай браузерге баптаулар жасаймыз. Эксплорерді ашамыз. Салық кабинетінің басты бетінде тұрып, настройкаға басамыз. Параметры просмотра в режиме совместимости басамыз. Салық.kz адресі дайын тұр. Добавить етіп, төменге түсіреміз. Және закрыть етіп шығып кетеміз. Сайт жүктеледі тағыда. Және келесі баптауға өтеміз. Ол үшін сервис, свойства браузера, қауіпсіздік және надежные сайты батырмасына басамыз. Манағы Java-ға енгізген екі адресті осы жерге де түсіреміз. Біріншісі дайын тұр, добавить, түсті астына. Екіншісі блокноттағы HTTPS адресі көшіреміз. Бұны қарапайым мыштың көмегімен түсіре береміз. Добавить, астындағы галочка тұратын галочкасы алынып тасталынады. Және закрытты басып шығып кетеміз. Ары қарай другой батырмасына басамыз. Бұл жерде біз загрузка бөлімінде екеуінде қосулы қалдырамыз. Ол тұрады. Және келесі разные бөлімінде блокировать всплывающие окна сөндірулі қоямыз. Сөндіреміз. Және использовать фильтр Smart Screen отключить етеміз. Үшіншісі отображать разнородного содержимого. Бұны қосулы қоямыз. Және осы беттің соң жағында ActiveX и модули подключения бөлімінде барлығын қосулы қоямыз. Тек қана біреуінен басқасы. Ол включить фильтрацию ActiveX. Соны ғана ажыратамыз. Отключить. Қалғанның барлығын қосулыға қоямыз. Қосамыз. Қосулы. Қосамыз. Окейді басамыз. Рұқсат сұрайды. Да деп жауап береміз. Ары қарай окейді басып, бұл браузерді баптауын аяқтаймыз. Басты бетті жаңартып аламыз. Және манағы тәртіппен вход с личного компьютера басамыз. Кіріледі. Баптаулар жүріп жатыр. Және Java-ның терезесі шығады. Галочка қойып, Hello кнопкасын басамыз. Ары қарай корневой сертификатты қондырайын деп сұрайды. Даны басамыз. Мына кнопканы басып арқылы файловое хранилище P12 тұрады. Астындағысын басып, кілттің жолын көрсетеміз. Менде ол рабочий стол. Салық папкасының ашамыз. Бұның ішінде салықтан кілтін көрсетеміз. Таңдаймыз, аламыз. Және кілттің паролін тереміз. Ол 1-ден 6-ға шейін. Окейді басамыз. Астына мәлімет шығады. Және таңдауды басамыз. Ары қарай қондыруды басамыз. Кілт қондырылды. Енді готовыны басамыз. Готово. Мінекей кілт көрінді. Таңдаулы. Енді окейді басып, салық кабинетінің ішіне кіреміз. Мінекей біз кірдік. Мынау біздің мекеменің аты жөні Бина РНН. Ары қарай енді салық декларациясын салуды бастаймыз. Мінекей әріптестер, енді салық формасын толтыруға кірісеміз. Ол үшін настройка списка формды басамыз. Біздер 2016 жылдың 4-ші тоқсаны бойынша салық есептілігін тапсыруымыз керек. 2016 жыл таңдаймыз.
Бұның ішінде біздер 200-ші форманы салуымыз керек. 200-ші форманың бұл жерде екі түрі бар. Біреуі 2016 жылдың 31 желтоқсанына дейінгі, және екіншісі 2017 жылдың 6 айына шейінгі. Бізге керегі 2017 жылдың 6 айына шейінгі 200-ші форма. Бірінші форма бойынша отправкаға жіберілмейді. Сондықтан екінші форманы таңдаймыз. Екінші форманы ашамыз, жүктеліп жатыр. Және мынадай салық формасы ашылады, салық декларациясы. Енді ішкі толтыруларына мен көп тоқталмаймын. Жалпы мына бірінші бетті бір толтырып қысқаша көрсетіп кетейін. 4-ші тоқсан 2016 жылдың мына жерде кезекті очереднаяға белгі қоямыз. Және қолыңыздағы қағаз мәліметтерге қарап, барлығын қажетті ұяшықтарды толтырып шығамыз. Мінекей суммалары. Мінекей әріптестер, салық формасының барлық беттерінің қажетті ұяшықтарын осылайша толтырып шығамыз. Ары қарай бұл форманы мемлекеттік кірістер бөлімшесіне жөнелтеміз. Отправить басамыз, да, келісеміз. Жаба шығады, басамыз. Тағы да жаба шығады, ранды басамыз. Файловое хранилище P12 таңдаймыз. Мына кнопканы басу арқылы кілттің жолын көрсетеміз. Ол менде жұмыс үстелі, салық папкасы және салық кілті таңдаймыз. Кілттің паролін көрсетеміз. Ол менде 1-ден 6-ға шейін. Окейді басамыз. Мана ақша мәлімет шығады. Және таңдаймыз. Жөнелтіліп жатыр. Сәтті жөнелтілді. Хабарламасын ашып қараймыз. Басамыз. Сақтайтын орнын көрсетеміз. Мен жұмыс үстелін көрсетем. Жұмыс үстелін таңдайым. Сақтаймын. Сақталды. Ашамыз. Мінекей мұндай хабарлама шығады. Статус принято, яғни қабылданған. Сәтті өтті. Окейді басамыз. Мінекей ары қарай журнал формды басып, бұл жерден де өткенін өтпеген көруге болады. 4-ші тоқсанды таңдаймын. Іздейміз. Мінекей астындағы екінші форма біздің өткен формамыз. Үстіндегісі шимай жазба, орысша черновик, удалить етіп, өшіріп тастауға болады. Окейді басамыз. Назарларыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.